2020 жыл волонтер жылы. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен волонтер жылы аясында ел азаматтарын ортақ мүдде мен игі мақсаттарға жету жолында бірге қызмет етуге шақырған. Біргеміз саулық, біргеміз таза әлем, біргеміз қамқор, біргеміз үміт, біргеміз сабақтастық, біргеміз асыл мұра және біргеміз білім жобалары қолға алынды. Аталмыш жобалар Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің қолдауымен азаматтық бастамаларды қолдау орталығы коммерциялық емес акционерлік қоғамының мемлекеттік грант аясында еліміздің 14 облысында жүзеге асырылды. Ақтөбе облысында біргеміз білім жобасын Ахмет Байтұрсынұлы білім академиясы мекемесі ұйымдастырды. Біз осы жылы енді фронт-офисте 7 бағыт бойынша үлкен жұмыс жүргізіп жатырмыз. Ол мониторинг, методикамен бөлісу, проектілерге көмек жасау, оқыту және координация арқылы информация жинау. Бұл тарапта енді осы 7 волонтерлік бағыт туралы айтып өткім келіп отыр. Жәнегі әр бағыт өзі атауда өзі туралы айтып тұр деп айтуымызға болады. Біз оқушыларға, жаңа білім алғысы келетін адамдарға, қоғамға білім бере алатын бір бағдарлама деп айтсақ та болады. Мысалы, оқушылар ұбт-ға немесе басқа экзамендерге дайындалғысы кеп, бірақ мүмкіндігі толық болмай жатса, волонтерлер, білетін волонтерлер оларға көмектесе алады. Және де айтқым келіп отырғаны, бұндағы волонтерлер міндетті түрде өздері де керемет профессионал болып, мағлұматты жақсы білу керек. Себебі олар өздері оқытып білім бергелі отырған кезде олардың бір тәжірибесі үлкен болу керек. Әрине басқа бағыттарда да солай. Ауыл жастарының білім білігін арттыруды мақсат еткен бұл жобаға өңірлік 100 волонтер жұмылдырылып, 1000 оқушыға волонтерлық көмек көрсетті. Жоба жұмысына арнайы экспорттық кеңес тобы құрылды. Қоғам белсенділері, жоғары оқу орындарының ғалымдары, облыстық білім басқармасының мамандары және мектеп директорларынан құралған экспорттық кеңес жобаға қатысуға өтінім білдірген волонтерлерді іріктеуден өткізді. Жобаға қабылданған волонтерлер арнайы дайындықтан өтті. Өңірлік волонтерлік қозғалыстың дамуына Назарбаев зияткерлік мектебі, жалпы білім беру мектептері мен қосымша білім беру орталықтарының мамандары, сондай-ақ университет оқытушылары мен студенттері жұмылдырылды. Биылғы 2020 жылы мемлекет басшысының бастамасымен біргеміз білім жалпы ұлттық жобасы басталғаны белгілі. Осы жобаның аясында біздің Ахмет Байтұрсынұлы атындағы білім академиясы Ақтөбе облысында 5 бағыт бойынша оқушылардың біліктілігін арттыруға, оқушылардың жалпы ұлттық бірыңғай тестке дайындауға, олардың құқықтық сауаттылық бойынша, компьютерлік сауаттылық бойынша, басқа да салалары бойынша оқытылды. Бұған арнайы біздің академиялық құрам жұмылдырылып, және 100 волонтер арнайы дайындықтан өтті. 100 волонтер арнайы дайындықтан өтті, олардың өзінің арнайы семинарларымен біз серпін беріп, оларға мотивация жасап отырдық. Оқушылардың да негізгі бөлігі бұл әлеуметтік осал топтарынан таңдалды. Бір жағынан да ол кісілерге қазір оқушыларымыз шалғай ауылдардан болып, интернеттің әлсіздігінен, техникалық мүмкіндіктердің әлсіздігінен әртүрлі қиындықтарға ұрындығын ескеріп, біз осыларды арнайы платформаға бейнебаян түрінде түсіріп отырдық. Қалаған уақыттарында оқушылар ата-аналармен бірге осы бейнебаяндар арқылы пәндік дайындықтардан өтіп алады. Және оқушыларымыздың арасынан негізінен бір 60-70%-дайы пәндік олимпиадаларға қатысып, осы ұлттық бірыңғай тесттен де сүрінбей 100 балдан жоғары алып отырған жағдаяттар орын алып отыр. 5 түрлі бағыт бойынша ауыл мектептерінің оқушыларына 2020 жылдың наурыз, қараша айларының аралығында тегін курстар мен семинарлар ұйымдастырылды. Жоба аясындағы іс-шараларға Ақтөбе облысының Алға, Әйтеке би, Байғани, Қарғалы, Қобда, Мәртөк, Мұғалжар, Ойыл, Темір, Хромтау, Шалқар, Ырғыз аудандарының оқушылары қатысты. Оқушыларды іріктеу барысында әлеуметтік топ өкілдеріне басымдық берілді. Ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындық курсына қатысқан оқушылар кешенді дайындықтан өтті. Оқушыларға міндетті және бейіндік пәндер бойынша
видео сабақтар түсірілді. Тестілеу нәтижесі бойынша 20 талапкер 100 балдан жоғары нәтижеге қол жеткізіп, 80 оқушы мемлекеттік білім беру грантының иегері атанды. Ағылшын тілін үйрену курсында 250 оқушы elementary және pre-intermediate деңгейлері бойынша 2 айлық курстан өтті. Құқықтық сауаттылық семинарына 300 оқушы қатысып, баланың негізгі құқықтары мен міндеттері, бала және отбасы, бала және қоғам, балалардың тұрмыстық қауіпсіздігі тақырыптары бойынша мамандардан кеңес алды. Пәндік олимпиадаға дайындық курсына 40 оқушы қатысты. Оқушыларға 10 пән бойынша арнайы видео сабақтар түсірілді. Ғылыми жоба жұмысына дайындық курсында оқушылар волонтер оқытушылардың көмегімен ғылыми жұмыстардың жазылуы, тақырып таңдау, әдебиеттермен жұмыс жүргізу бойынша кеңестер алып, волонтерлердің жетекшілігімен ғылыми жұмыс дайындады. Компьютерлік сауаттылық курсына қатысқан 300 оқушы мектеп оқушылары білуі тиіс компьютерлік дағдыларды қалыптастырды. Жоба барысында оқушылар мен волонтерлерге арналған 10 кездесу ұйымдастырылды. Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 2020 жылды волонтер жылы деп белгілеген бәрімізге мәлім. Осы орайда биыл Ақтөбе облысында волонтерлар жылының 7 бағытына қатысты біршама жұмыстар атқарылды. Соның ішінде біргеміз білім бағыты бойынша. Біргеміз білім бағыты бойынша Ахмет Байтұрсынұлы атындағы білім академиясымен бірлесіп біршама жұмыстар атқарылды. Біз облыстық жастар ресурстық орталығы биыл волонтерлардың фронт-офисі ретінде, яғни осы түрлі бағыттардағы, яғни 7 бағыттағы волонтерлармен бірқатар жұмыстар атқардық. Байтұрсынов атындағы білім академиясымен бірлесіп, осы ауылдық жерлердегі жоғары сынып оқушыларын ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындау, олимпиадаға дайындау бойынша қызметтер атқарылды. Қазір бізде Ақтөбе облысы бойынша 250-ге жуық оқушы осы ағылшын тіліне дайындық курсынан өтті. Одан бөлек компьютерлік сауаттылық курсынан облысымыздағы 20-ға жуық волонтер тартылып, өздерінің білімдерін, яғни осы ауылдық жерлердегі оқушыларға үйретті. Осы біргеміз білім бағыты бойынша біз облыстық білім басқармасымен, сонымен қатар аудандағы білім бөлімдерімен тікелей әрдайым байланыстамыз. Өзінің оң нәтижесін берді деп айта аламыз. Біргеміз білім жобасы енді жылдың аяқталуына шамалы ғана уақыт қалды. Қорытындылай келе айтатын болсақ, осы біргеміз білім бағыты аясында Байтұрсынов атындағы білім академиясының атқарған шараларының нәтижесінде біздің өңірімізде 1000-ға жуық жалпы осы 12 ауданның ауылдық жерлердің оқушылары қамтылды. Ол жерде жаңа жоғарыда айтқан ұбт-ға дайындық, компьютерлік сауаттылық, ағылшын тілін тегін меңгеру, одан бөлек осы оқытулар, түрлі тренингтер өтті. Ол жерде волонтерларға арналған осы волонтерлықтың қыр-сырын меңгеру, волонтерлардың бойында қандай ұстанымдар болу керек деген сияқты жақсы мағлұматтар берілді. Осындай үлкен жобаны сәтті аяқталуымен Ахмет Байтұрсынұлы атындағы білім академиясының ұжымын құттықтаймын және алдағы уақытта бірқатар жобаларды бірге жүзеге асырамыз деп сенемін. Волонтер жылы аясында ұйымдастырылған біргеміз жобасының волонтерлері алдағы уақытта волонтерлік қызметін әрі қарай жалғастыруға ниетті. Біз біргеміз. Ақтөбе облысы бойынша жобаны жүзеге асырушы Ахмет Байтұрсынұлы білім академиясы мекемесі.